Сәлем достар, бүгін біз ұбт есептерін оңай шығару жолдарын қарастыруды изопроцестермен жалғастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіз, өйткені 3-5 минутта шығып жүрген есептерді бар жоғы 10 секундта шығара алатын боласыз. Қызықтырады ма? Онда кет. Изопроцестер график арқылы келетін есептердің оңай шығару жолдары. Алғашында теория қайталап алатын болсақ, 3 параметрдің, яғни қысым, көлем, температура, біреуі тұрақты болғандағы басқа 2 параметр өзгеретін процесс изопроцесс деп аталады. Олар жалпы үшеу: изобара, изохора, изотерма. Изобарада қысым тұрақты, яғни барометр сіздер білесіздер, барометр қысымды өлшейтін аспап. Изохора, менің оқушы кезінде өз мұғалім айтқан тұғын, изохора деген кезде міне Х-ның үстінде В деген әріп бар, яғни В константа. Изотермада температура тұрақты, яғни термолог жылу. Осы тақырыпта сіздерге ұсынатым 2 формуланы жатқа білу. Ол бізде Менделеев Клапейрон теңдеуі және де Клапейрон теңдеуі жеке. Бұл сұрақтар ұбт базасында көптеп кездеседі және өзгермейтін сұрақтардың ішіне қатарына жатады. Және бұл формуланы білу сіздерге үлкен көп балды алуға көп мүмкіндік беретін болады. Сонымен Клапейрон теңдеуінде ПВ бөлінген тең константа дейді. Егер зат мөлшері тұрақты болатын болса, бұл жерден көріп тұрғандағымыздай қысым көлемге кері пропорционал, температураға тура пропорционал екен. Бұл формулаға Клапейрон қалай жетті? Біз оны симулятормен талдап алатын боламыз. Сонымен көлемі В болатын ыдыста, яғни қазір 1000 молекула орналасқан және де оның температурасы 300 кельвин болып тұр. Біз енді қазір температураны арттыратын болсақ, мына жерде ештеңе константа емес, температураны арттыратын болсақ, біз күтілетін нәтиже қысым, яғни көріп тұрсыздар, артып жатыр. Біз енді қазір изопроцестермен ретімен кететін болсақ, бірінші изобара, бірінші изобарада қысым тұрақты, яғни прежі. Ол бізде қысым тұрақты. Қысым тұрақты болатын болса, онда 2 шама өзгереді. Ол бізде температура және көлем. Температураны арттырайық, көлем артып жатыр. Температураны түсірем, көлем түсіп жатыр. Сәйкесінше температура көлемге тура пропорционал деген қорытындыға келетін боламыз. Келесі ол изохора. Бұл жағдайда көлем тұрақты, көлем тұрақты, міне көлемі В болатын ыдыс. Егер мен температураны арттыратын болсам, қысым артып жатыр. Егер температураны түсіретін болсам, қысым кеміп жатыр. Яғни біз түсініп тұрмыз, температура қысымға тура пропорционал. Сонымен температура қысымға да тура пропорционал және де көлемге де тура пропорционал. Арғара кеттік. Ең соңғысы бізде ол изотерма. Изотермада температура тұрақты. Температура тұрақты болса, мен жерден ештеңені өзгерте алмаймын. Яғни өзгерте аламын тек қана көлемін. Міне көлемін өзгерте аламын. Көлемін арттырып жатыр, қысым кеміп жатыр, көріп тұрсыздар. Қысым артады, егер мен көлемін кемітетін болсам. Енді қорытындыға келеміз. Артса кемейді, кемісе қат, кері пропорционал. Бұл бөлімді қайда пайдаланасыздар? Су жылытқыш құралдарда, яғни титан деп айтамыз ғой, сол жерде мысалы қолданылады. Ол жерде мысалы көлем тұрақты, яғни ыдыстың көлемі тұрақты, және оның ішінде белгілі бір су жиналады. Су қызады, суды қыздырамыз, яғни ол жерде қысым артады. Көрдіңіздер ме? Қысым артады. Бұл жерде қысым артатын болса, ең соңғы нәтиже қысым арта беретін болса, мынандай жағдай байқалуы мүмкін. Яғни ол ыдыс жарылуы мүмкін. Ол ыдыс жарылмас үшін бізде екі нәрсе бар орнатылады, яғни клапан орнатылады, немесе қысым реттегіш құрал. Ары қарай теорияға оралайық. Изобаралық процесс. Ол мына заңға сүйенен гей плюс заңы. Бұны жаттап алып түсінем. В1-дің Т1-ге қатынасы В2-ның Т2-ге қатынасына тең дейді. Енді бұл жерде біз алдыңғы сабақта өткен, алдыңғы видеороликте көрсетілген әдісті қолданатын боламыз. Естеріңізде болса, біз айтқанымыз, кез келген шамаға графикте перпендикуляр көретін болсаңдар, сол шама тұрақты. Яғни изобаралық процессе сіздер білесіздер, қысым тұрақты. Қысым тұрақты. Яғни П константа. Онда мен көруім керек, П константа болу үшін перпендикуляр болу керек.
перпендикуляр болу керек. Міне P көріп тұрмыз. Перпендикуляр болу керек. Перпендикуляр. P көріп тұрмыз. Перпендикуляр. Міне T-ның P-ға тәуелді графигі, V-ның P-ға тәуелді графигі. Көріп тұрмыз міне перпендикулярды. Яғни, мысалы сіздерге таптайтын болса, біршама варианттың ішінен изобаралық процесс таптайтын болса, қысымда перпендикуляр іздеңіздер. Немесе келесі ол бізде түзу, яғни VT графигінде түзу болатын болса, ол процесс әрине изобаралық процесс болып табылады. V-ның T-ға қатынасы не, T-ның V-ға қатынасы не, ешқандай маңызы жоқ. Бірақ маңызы бар неде? Ол екі изобараның қайсысы үлкен деген сұрақты жиі таласақ. Мысалы бізде изобаралық екі график берілсін. V-ның T-ға тәуелді графигі және T-ның V-ға тәуелді графигі. Қайсысы үлкен деген сұрақ талап болса. Ол үшін не істейміз? Мен қазір бір әдіс үйрететін боламын, ол әдіс арқылы сіздер бірден оны анықтай алатын боласыздар. Сонымен біз ол үшін не істейміз? Менделеев Клапейрон теңдеуішінен, яғни біз тек қана Клапейронды қолданамыз, яғни ол жерде айтылады. P-ның V-ға көбейтіндісі T-ға константа ретінде келеді. Бұл бізде Клапейрон. Бізге P константа екенін білеміз. Біз тағы бір нәрсені константа қылып жіберейік. T-ны константа қылып жіберейік. Ол үшін біз аламыз да графикке түзу салатын боламыз. Міне, түзу, T константа. Енді бұл жерден анықтау қатты қиын емес. Міне, мына нүктені аламыз. Және де мына нүктені аламыз. Мынаны V1 дейік, мынаны V2 дейік. V2 кіші V1 дейік. Біз білеміз кері пропорционал екен. Олай болатын болса P2 үлкен P1-ден. Оңай ма? Оңай, келесін талдап тұрсақ. Бұл жерде біз қазір V-ны константа ете аламыз. Осы жерден V-ны константа ете аламыз. Ол үшін біз перпендикуляр жүргіземіз. V константа. Екі нүкте үшін міне. Көріп тұрмыз, мынаны T2 үлкен T1-ден. Олай болатын болса, біз қандай қорытындыға келеміз? T P-ға тура пропорционал. Онда P2 үлкен P1-ден. Ары кеттік. Келесі процесс ол бізде изохоралық процесс. Қайтадан солай іздейміз, яғни перпендикуляр іздейміз. Перпендикуляр, V-ға перпендикуляр. V-ға перпендикуляр. Мына жерде түсінікті, мына жерде V2 үлкен V1-ден. V2 үлкен V1-ден. Және де мұнда V2 үлкен V1-ден. Бұны да анықтау үшін біз не істейміз, перпендикуляр жүргіземіз. Біреуге мысалы P-ға перпендикуляр жүргізген ұнайды, біреуге мысалы T-ға. Мен мысалы T-ға ала берейін. T-ға перпендикуляр алатын болсақ, онда біз келдіміз. Біз білеміз, мына жерден қазір T-ны константа етіп жібердік. Біз өзіміз константа етіп жібердік. Сонда мынандай қорытындыға келеміз. P1 және P2-ні белгілеп алайық. P1 үлкен болып тұр P2-ден. Біз Менделеев Клапейрон теңдеуін жазып алатын болсақ, тек қана Клапейрон теңдеу деп қойын. Онда айтылады. PV бөлінген T тең константа деп айтылады жерде. Міне, T константа, PV-ға кері пропорционал. Олай болатын болса, кері, наоборот. Яғни V1 және V2 дейтін болса, V2 үлкен V1-ден болады. Және де бұл заң Шарль заңы деп аталып ұмытпаймыз. P1-дің T1-ге қатынасы P2-ның T2-ге қатынасына тең екендігін. Және жаттап жүреміз. Және соңғысы бізде изотермалық процесс.
изотермалдық процесте Т константа. Иә? Т константа. Неліктен оның графигі түзу емес, соған бір тоқталып кететін болсақ. Қайтадан біз Клапейрон теңдеуін жазып алсақ, онда айтылады PV бөлінген Т константа дейді, егер зат мөлшері тұрақты болса. Біз көріп тұрмыз, мұнда PV константа болатын болса, бірі бөлінген Т екендігі. Бірі бөлінген Т, яғни сендер математикадан білесіңдер, бірі бөлінген X-дің графигі нені береді? Міне, осыны береді. Яғни сәйкесінше оның графигі ешқашан түзу болмайды екен. Және де бұл заң Бойл-Мариот заңы деп аталады. Бұны да жаттап жүретін боламыз. Графикте талдап кететін болсақ, міне, PV графигінде міне осындай график ие болады. Және де басқа графиктерде тек қана перпендикуляр іздейміз. Перпендикуляр. Біресе талдап жүрсек. Алынған білімдерді қолдана отырып, мысалы 1-ден 2-ге дейін өзгерсін, 2-ден 3-ге дейін өзгерсін, 3-ден 4-ге дейін, және де 4-ден 1-ге қайтып келсін. Сонымен PV графигін талдаймыз. Бірінші 1-ден 2-ге дейін талдау. Процесс қандай? Процесс, міне, перпендикуляр жүргіземіз. Перпендикуляр V-ға түсті. V константа. Онда изохора. Міне, мен айтқан лайфхак изохора. Келесі 2-ден 3-ге. 2-ден 3-ге перпендикуляр жүргіземіз. Қысымға түсті. Қысым тұрақты. Онда изо бара. 3-ден 4-ге. PV графигінде мұндай графикті келетін болса, онда ол Т константа деген сөз, және де изо терма деген сөз. Және соңғысы, міне, 4-ден 1-ге дейін, 4-ден 1-ге дейін перпендикуляр жүргізіп жібереміз. Перпендикуляр Т-ға түсті. Яғни 4-ден 1-ге дейін де ол бізде изо бара болып табылады екен. Ал енді нағыз ұбт сұрақтарын талдайтын болсақ. 5-ші сұрақ болып келді. Изохоралық процесс кезінде өзгеріске ұшырайтын шамалар. Бірінші өзгеріске ұшырамайтын шама изохорада міне V константа. Онда қалған екі шама ол бізде қысым мен температура. Яғни ол жауабы міне Е жауабы болды. Келесі 24-ші сұрақ болып келді. Бойл-Мариот заңы. Ол бізде Бойл-Мариот заңы сендер білесіңдер. Ол бізде Т константа. Олай болатын болса, онда PV константа. Және де қалған варианттарды көреміз. Ол бізде мынау жарамайды. Жарамайды. Т константа деген жауап жоқ. Бұның Т қатынасы константа дейді. Бұның Т қатынасы константа дейді. Міне, тек қана Д ответі бізді қанағаттандырады. Өйткені мұнда P1 V1 тең болады P2 V2. Қалған келмейді. Келесі, изобаралық процесс үшін дұрыс ұйғарымдар қайсы дейді. Ол бізде изобаралық процесс, ол бізде Гей-Люссак заңы. Изобаралық процесте барометр, яғни қысымды өлшейтін құрал, қысым тұрақты. Енді қалғаны кетеміз. Қысым тұрақты болатын болса, онда міне V1-дің Т1-ге қатынасы V2-ның Т2-ге қатынасы дегенді іздейміз. Міне, ол бізде қанағаттандырып тұр. F жауап болды. Келесі. Суретте изобаралық процестерді көрсететін графикті тап дейді. Изобаралық процесс біз білеміз қысым тұрақты. Перпендикуляр іздейміз. P-ға перпендикуляр, міне P тұр, перпендикуляр міне тұр. 6 деген жауап бар. Біріншісі міне P тұр, ол бізде перпендикуляр жүргіземіз. Яғни 3, 6. Мұнда V өзгеріпті және Т өзгеріпті. Бізге түзу қажет. Ол бізде 8. Яғни 3, 6, 8. Жауап 3, 6, 8 V жауап. Келесі. Изохоралық процесті сипаттайтын графикті анықта дейді.
Мұнда біз не істейміз? Мұнда v-ға перпендикуляр іздей бастаймыз. Міне pt графигінде p-ға перпендикуляр, мұнда міне v константа болып тұр. Екінші алып келеді, v өзгеріп тұр, t константа бізге керек емес, бізге v константа қажет. Міне перпендикуляр тұр, мұнда перпендикуляр қысымға тұр. Сәйкесінше екінші мен жетінші жауап С жауап. Келесі, суретте изотермиялық процесті көрсететін графикті анықта дейді. Изотермиялық процесс ол бізде PV графигінде міне екінші суреттегідей назар алады. Екінші суреттегідей. Және pt графигінде т-ға перпендикуляр болу қажет, ол бізде міне тұр. Яғни төртінші. Және де vt графигінде т-ға перпендикуляр қайтадан жетінші міне. Сонда 2, 4, 7 жауап Д жауап. Идеал газдың изохоралық қыздырылуы көрсетілетін график. Бұл жерде изохоралық бұны талдау қажет болады. Яғни көбісі осы жерде қателеседі. В константа және де температура бізде арту қажет, өйткені қыздырылу деп көрсетілген. Суыту болса температура кемеу қажет. Ең бірінші изохораны табылады. Изохора емес. Өйткені міне изохора емес. Және де изохора келтірген. 1 мен және де 5-ші. Изохораны тауып алдық. Енді температура артатын график қажет бізге. Температура артылғаны көрсетілмеген, онда біз Клапейрон теңдеуін қолданатын боламыз. Онда айтылады бізде PV бөлінген Т тең константа дейді. Бізде V константа, яғни P-ның Т-ға қатынасы, ол бізде тұрақты деген сөз. Сонымен P Т-ға бізде тура пропорционал. Яғни қысым көп болса, температура көп деген сөз. Енді қысым жоғарылып жатқан график ол бізде көріп тұрсыңдар, қысым мәні жоғарылап жатыр. Қысым жоғарылай беретін болса, онда температура да жоғарылай береді. Яғни жауабы 1. Келесі. Суретте тұрақты массадағы идеал газ көлемінің абсолют температураға тәуелділік берілген газ қысымы қалай өзгереді дейді. Яғни газ қысымы қалай өзгереді дейді. Сонымен 1-ден 2-ге дейін. 1-ден 2-ге дейін біз көріп тұрмыз. 1-ден 2-ге дейін. В константа екенін. Және де температураның кеміп жатқан. Егер температура кемісе, Клапейрон теңдеуі айтылады. Қысым көлемге кері пропорционал, және температураға тура пропорционал. Сіздер білесіздер ғой, 2 есе кемиді, 4 есе артады деген есептер пропорционалдықпен шешілетін есептер. Біз келесі видеороликте талдайтын боламыз, сондықтан бізді көруге асығыңыздар. Және де жазылып, лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пропорционалдық міне тура. Егер температура кемейтін болса, қысым кемейді. Бізге қысым кемейді. Міне ұсын келесі 2-ден 3-ке. 2-ден 3-ке бізде қысым, яғни фотографигінде мен түзу көрттіміз. Түзу көрттіміз. Ол жерде айтылады. Яғни қысым тұрақты. Сәйкесінше біз іздей бастаймыз жауапты. Бірінші, екінші бөлікте қысым кемейді, және де екінші, үшінші бөлікте тұрақты деген. Міне, жауабында тұр екен. Келесі есеп. Газдың ішкі энергиясының кемуіне сәйкес график бөліктерін анықта дейді. Газдың ішкі энергиясын біз температурамен байланыстырамыз. Температура кемейтін процесс. Енді біз көріп тұрмыз, жерде екінші графикте ол температура тұрақты екендігі. Яғни 2 деген жауапта бар жауаптар ол бізде бірден кетіп қалады. Сонымен біріншіге назар аударсақ, біріншіде мені көріп тұрмыз перпендикулярды, V-ға перпендикуляр түсіп тұр. Бірінші ол бізде изохора, көлем тұрақты деген сөз. Көлем тұрақты деген сөз.
көлем тұрақты. Енді температураның мына жерде кеміп жатқанын көріп тұрмыз, міне. Температура міне былай кеміді. Яғни бір проекциялайтын болса. Температура кеміді. Бізге тура сол жауап керек. Бірден шыға келді. Температура кемейтін графикті келтірдік, ол бізде тек қана бірінші. Қарап жеретін болса, 3-ті тексере салайық. Мысалы, жерде еткені 1 және 3 деген жауап бар. Сонымен 3-ті тексеретін болсам. 3 бізде міне көріп тұрмыз. VT графигінде түзу көрсек, онда ол бізде изо екеуі де емес, міне изо онда бара. Яғни қысым тұрақты. Бізге қысым тұрақты, мұнда температураның кеміп жатқанын көріп тұрмыз, және де көлемнің кішірейіп жатқанын көріп тұрмыз. Бізге ішкі энергияның кемігенде температураның кемігені қажет, онда біздің шарты екеуі де қанағаттандырады. Яғни бірде қанағаттандырады, 3-те қанағаттандырады. Жауап 1 мен 3. Келесі ПВ графигі берілген, ПВ графигінде түзу, бұл күмәнді түзу. Біз білеміз, ПВ графигінде түзу болмайтындығын, өйткені Клайпердің теңдеуін еске салатын болсақ, бұның V-ға көбейтіндісі бөлінген Т тең константа, бірдің Т-ға қатынаса, ол түзу болуы мүмкін емес графикте. Сәйкесінше 2 мен 3 және 4-тен 1-ге дейін ол бізде 2 мен 3 және 4-тен 1-ге дейін ол бізде Т константа болып қалады, яғни изотерма. Ал 1 мен 2 және де 3-тен 4 ол бізде ешқандай процесс емес екен болған. Сонымен қараймыз, 2-ден 3-ге дейін және 4-тен 1-ге дейін изотерма деп жазған екен. Науқушы және де 1 мен 2, 3-тен 4-ге дейін ол изопроцесс емес, және ол дұрыс айтады. Бұндай есепте біз түзулі жіберіп аламыз. Бүкілінен бір қарағанда 4-ші нүктеде өте көп сияқты болып көрінуі мүмкін. Температура ең үлкен нүкте, яғни максимум нүкте. Ішкі энергияны сумен байланыстырамыз деп айтқанбыз, температурамен байланыстырамыз. 4-ші нүкте сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ біз бағанаға әдіске салатын болсақ, міне, перпендикуляр жүргізетін болсақ, онда байқау қатты қиын болмайды. Яғни міне, екінші нүктеде ең аз, одан кейін 3-ші, одан кейін 4-ші, одан кейін 1-ші. Яғни Т1 үлкен Т4-тен, ол үлкен Т3-тен, және ол үлкен Т2-ден екен. Сәйкесінше Т1 бізде ең үлкен мағынаны білдіреді екен. Сонымен біз алғашқы суреттегі есепке келіп жеттік. Біз бұны тек қана 10 секундта шығарып беруге уәде бердік. Сонымен кеттік. Изохора дейді. Мұнда В константа. В константа болатын болса, Клайпердің теңдеуін еске саламыз. ПВ бөлінген Т тең константа. Клайпердің теңдеуі. Мына В константа болатын болса, П-ның Т-ға қатынасы тұрақты деген сөз. Іздейміз, таптық. Келесі, П тең болса П2 дейді. Яғни ол П константа қып жіберсек, онда В1 ма үлкен ба, әлде В2 үлкен ба? Салыстыру керек болады бізге. Сонымен кеттік. Міне, перпендикуляр жүргіздік. П-ны тұрақты етіп жібердік. Енді табамыз. Міне, мұнда тұр, мұнда тұр. Мұнда Т1, мұнда Т2. Көріп тұрмыз, Т2 үлкен Т1-ден. Мұнда тура пропорционалды көп білеміз, тура пропорционал екендігіне. Онда В2 үлкен В1-ден іздейміз. Егер П1 тең болса, міне. Т2 үлкен, міне, тұр. Келесі. Мұнда айтылады, Т1 тең болса Т2, мұнда перпендикуляр жүргіземіз. Бұл есепте ешқандай математиканың қажеттілігі жоқ. Яғни саны қойып, оны есептеп, жобалаудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Перпендикуляр жүргіземіз. Көріп тұрмыз мұнда, Егер Т константа болатын болса, мына есепте, берілгендегідей. Онда назар аударамыз. Т константа болса, міне, мынау П1, мынау П2.
мынау P2. P1 үлкен P2-ден іздейміз. Міне. Так. P1 тең болса да P1 кіші дейді. Мұнда P1 үлкен дейді. Міне. Жауап сандаманың соңғы 3 жауап деген сөз. Және де соған ұқсайтын есептердің бірі, ұсынамын сіздерге бұл есепті шығарып, маған комментарийға жіберіңіздер, жазылып отырыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға айта жүріңіздер, сіздермен бірге болған физика пәнінің мұғалімі Мұхамеджан Нұрболат.